Бұл жол белгіні білмесен, what the fa болады. Пепе бір күн, Пепе бір жол белгі, fa. Шнейні тіркелеміз. Пепе шлагбаумы жоқ темір жол өтпесі, fa. Бүкіл әлеуметтік желі гамвес болып кетті ма? Pepper, schnell, Coco schnell, Pepper, fa. Жоқ, мен сіздердің назарларыңызды аудару үшін сөйледім, fa. Ал жол белгіні түсіндіруге бастайық. Ескерту белгісі. Сыртқы пішіні қызыл, іші ақ, ішінде пойыздың суреті. Бұндай белгіде шлагбаум орнатылмайды. Және де бұл белгілер елді мекенде 50-100 метр, елді мекен тыс жерде 150-300 метр арақашықта сіздерге ескертеді. Бұндай белгімен қосымша тағда ескерту белгілері орнатылады. Бір жолды темір жол және көп жолды темір жол. Темір жол өтпесіне жақындаған кезде ең бастысы назар аударыңыз. Бағдаршам болса, бағдаршамның шаммен жүресіз. Қызыл жанса жүрмейсіз, айдың ақ түсі жанса жүруге болады, бірақ темір жол өтпесіне назар аударыңыз. Және де, егер де жол белгісі болса, аялдамай жүруге тыйым салынатын, онда міндетті түрде белгінің алдында аялдайсыздар, жан жақтарыңызға қарайсыздар, содан кейін барып жүрістеріңізді жалғастырасыздар. Темір жол өтпесінде тыйым салынады кері бұрылуға, шегінуге, басып озуға және де аялдауға. Егер де бұл ақпарат сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліңіздер. Сіздермен бірге ПДД Қазақстан командасы Адлет Жоносов. Сау болыңыздар.